Өткенде сайлау туралы заңға байланысты сұрақ қойып едім ғой. Президент мемлекеттік қызметте сосын лауазымды сайлау. Сол заңды оқып көрдіңіз ба? Көрдім, ол заңда ондай талап жоқ. Конституцияда да жоқ заңда. Кез келген адам сайлауға түсе ала ма? Кез келген адам сайлауға түсе ала ма президент сайлауына? Кез келген деген ол қандай? Кез келген қарапайым адам. Әрине. Сайлау туралы заңның 54-ші бабында Конституцияда президентке сайлауға қатысатын кандидатқа қойылған талап Конституцияда көрсетілген. Одан басқа шектеу және талаптар басқа жерде. Ал неге сайлау туралы заңда жаңа мемлекеттік қызметкер ғана сайлауға түсе алады деп жазылған? Ондай норма жоқ заңда. Сіз қателесіп тұрсыз. Сайлау туралы заңның 54-ші бабында президент сайлауына 5 жыл мемлекеттік қызметте істеу керек және сайланбалы мемлекет органда істеу керек деп жазылған. Осы талап орынды ма? Талаптардың бәрі мемлекеттік органда жұмыс істеу керек деген айтып отырсыз ғой, нақты осыны. Иә, мемлекеттік қызметте 5 жыл, сайланбалы органда 5 жыл жұмыс істеу керек деген талап бар. Енді бұл талап қалай пайда болды кезінде, енді осындай талапты неге депутаттар кіргізді? Мен енді логикасын енді қысқаша ғана айтсам. Ондай норма жоқ заңда. Сіз қателесіп тұрсыз. Бұл жерде енді мемлекетті басқару үшін адам бір өмірлік тәжірибесі болу керек. Содан кейін енді бір салада мемлекеттік қызметте өзін көрсетіп, мысалы, сондай енді үлкен тәжірибе жинап, мысалы, парламентте болсын, мемлекеттік органдарда болсын, басқару қызметінде болып, сөйтіп тәжірибе жинап, өзін халыққа көрсетіп, халық сол азаматты біліп, сөйтіп болашақта президент болуға мүмкін деген нормалар кіргізілген. Ондай норма жоқ заңда. Сіз қателесіп тұрсыз. Мысалы, кейбір көрші мемлекеттердің тарихында 90 жылдардың басында деп айтайық, сонда әртүрлі адамдардың президент болып кеткенін де көрдіңіздер. Ондай жағдайлар да болған. Ол немен біткенін де белгілі. Сол себепті президенттің қолында біраз билік бар. Біздің мемлекеттік жүйемізде өздеріңіз білесіздер. Біз енді президенттік парламенттік жүйені құрып жатырмыз. Бірақ дегенмен жалпы президенттің қолында өте маңызды билік бар. Сондықтан кім президент болады, бұл енді бүкіл ұлттың болашағына қатысты мәселе. Сондықтан тек қана тәжірибесі бар, ұлтқа еңбек етіп жүрген патриот азаматтар, мемлекеттік қызметте біраз өзін көрсете білген азаматтар президент болса, олар мемлекетке қызмет етеді деген сондай бір енді ұстаныммен осы кезінде нормалар кіргізілген. Ондай норма жоқ заңда. Сіз қателесіп тұрсыз. Сондықтан енді бұл нормаларды мен өзім орынды деп есептеймін. Егер де мысалы ондай нормалар орынды емес, олар онда деген пікірлер айтып отырса, әрине ондай сұрақтарды біз қарауға дайынбыз, бірақ мен енді өзімнің ойым, бұл нормалар президент болып, сондай тәжірибесі бар, патриот, өзін көрсете білген, халық білетін азаматтардың келуіне құқықтық жағдай жасайтын нормалар. Сондықтан бұл жерде мен енді ол заңды қазір өзгерту керек деп ойламаймын. Америкада Трамп сайлауға түсті, Зеленский сайлауға түсті. Сол бір сұрақ қойдыңыз, енді мына картасыңыз. Ондай норма жоқ заңда. Сіз қателесіп тұрсыз.